Құрметті оқырмандар, көзі көрмейтін және нашар көретін азаматтармен жұмыс бөлімі сіздердің назарларыңызға Қазақстан Республикасының Конституция күніне арналған «Біз өмір сүретін заң» атты виртуалды көрмесін ұсынады. Ата-бабамыз аңсаған егемендікке қол жеткізуіміздің арқасында осыдан 28 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанның жаңа тұрпаттағы ата заңы қабылданды. Азаттықты армандаған қазақстандықтар президентіміздің сара саясатын қызу қолдай отырып, демократиялық даму жолын таңдады. Еліміздің мәдени, қоғамдық, саяси өмірінде ғасыр жүгін арқалайтын ұлы өзгерістер мен тың бастамалар жүзеге асырыла бастады. Егеменді Қазақстанның тәуелсіздігін әлемнің 100-ден астам мемлекеті мойындап, тығыз әріптестік қатынастар орнатылды. Конституция сөзі латыншадан тәржімелегенде құрылыс, яғни мемлекет, ел болудың нұсқасы деген ұғымды білдіреді. Бұл түсінік қазақ халқы үшін жат емес. Небір тар жол, тайғақ кешулерді басынан өткерген халқымыз Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысының қағидаттарын басшылыққа алып, даналықпен ұштасқан дала билігі бойынша өмір сүрді. Жоғарыда айтып өттік, осыдан 28 жыл бұрын 1995 жылы республикалық референдумда Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданды. Сөйтіп, Қазақстан Республикасы президенттік басқару нысанындағы мемлекет болып жарияланды. 30 тамыз мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күні болып белгіленді. Алғашқы конституциямыздың 1926 жылы 18 ақпанда Кеңестік социалистік республикалық одағы құрылғаннан кейін автономиялы Кеңестік социалистік республикасы орталық атқару комитетінің қаулысымен қабылданғаны тарихтан белгілі. Кеңестер одағы аясындағы алғашқы қазақ Кеңестік социалистік республикалық конституциясы бүкіл қазақ кеңестерінің 10-шы съезінде 1937 жылы 26 наурызда қабылданды. Ол 11 тараудан және 125 баптан тұрды. 1978 жылы 20 сәуірде Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің кезектен тыс 7-ші сессиясында қабылданған Қазақ Кеңестік социалистік республикалық конституциясы 10 бөлімнен 19 тараудан 173 баптан құралады. Егеменді еліміздің алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда 12-ші шақырылған Қазақстан Жоғарғы Кеңесінің 9-ші сессиясында қабылданғанына ерекше атап өткен жөн. Онда президенті мемлекет басшысы қазақ тілін мемлекеттік тіл деп тану, билікті бөлісу принципі, мемлекет тәуелсіздігі, егемендік, сот органдары және басқа да маңызды мәселелер қамтылғанын жақсы білеміз. Халық қалауын басшылыққа ала отырып, бүкіл халықтық референдум арқылы 1995 жылы 30 тамызда бүгінгі қолданыстағы ата заңымыз қабылданды. Сол бойынша мемлекеттік билік заң шығарушы, атқарушы және сот билігі болып 3 тармаққа бөлінді. Президент құзырындағы өкілеттіктердің белгілі бір бөлігі парламентке беріліп, президенттік парламенттік басқару жүйесі бекітілді. Біздің тәуелсіздігіміздің кепіліне айналған конституция бабалардың даналығы мен қазіргі заманның рухын бірлестіре үлестірген 100-ден аса ұлттар мен ұлыстардың теңдігін тегіне қарамастан бекіткен ұлы құжат болды. Ата заңымыз мемлекеттіліктің барлық арман мүддесін толық қамтыған. Елімізде жүзеге асқан және жүзеге асатын саяси, экономикалық және әлеуметтік жаңарулар мен жетістіктердің құқықтық тұғыры ретінде бағаланды. Бүгінде 28 жылдығы аталып отырған ата заңымыздың саяси, экономикалық, әлеуметтік жетістіктерін жаңа белесіне құқықтық негіз берген тарихи құжат ретінде құрметтеу әрқайсымыздың міндетіміз. Құрметті оқырмандар, сіздерді келе жатқан мемлекетіміздің басты мерекесі Қазақстан Республикасының Конституция күнімен құттықтаймыз. Біздің отанымыз нығайып, дами берсін. Сіздердің назарларыңызға Лев Николаевич Толстой атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана кітап қорындағы ата заңымыздың қалыптасуы, маңызы мен тарихи рөлі туралы әдебиеттерді ұсынамыз.